Келесі бізде сатылымда Grandeur H2 көлігі 2012 жылғы 3 куб бензин, осы серебристый металлик, состояние өте жақсы, керемет жағдайда, деталь замена жоқ, кузовы тап-таза, артық вложение қажет етпейді, көлігіміздің жағдайы өте керемет. Резина қалдығы бізде 90%-дей бар, штатный дискілердің жағдайы өте жақсы, жарылған жерлері жоқ, паралары барлығы таза, алдыңғы парктерлері бар, шторки бампер барлығы таза. GDI мотор 3 куб, қазір оталдырдық, моторы жақсы жұмыс істеп тұр. Лонжерондар барлығы сау, маяқтан жерлері жоқ мотордың. Завод көзін герметиктермен, шашқын бұлттары орнында, капоттың бұлттары орнында. Екінші өтіде барлығы таза, завод көзін бертасының. Мотор артықсыз. Маяқтан жерлері жоқ, барлығы таза. Мотор жақтан проблема жоқ, жақсы жұмыс істеп тұр. Повторительный поворотник, мұнда бесключевый доступ. Мұнда машиналар көп болғанына байланысты шығарылмады. Көлігіміздің ручкілері барлығы таза. Биркада 2012. Плавающий сиденье, қара кожный салон, кожасын барлығы тап-таза. Ортада мультируль, обогрев руль бар. Көлігінің жүрген шақырымы 115.320 шақырым жүрген екен. Моторы керемет, жақсы жұмыс істеп тұр. Панельдері тап-таза, ортада осындай экран. Артқы көрінісімен таза, анық көрсетіп тұр. Пуш-стартпен коробка передач бізде жақсы салынып жатыр, теппейді. X-зоналық климат контроль, мұнда Type-C, USB, подогрев обдув сиденье екі жақта да бар, үш режимде. Мұнда подстаканник, мұнда орындықтар барлығы тап-таза. Жоғарда тоже барлығы таза күйінде тұр. Бірінші атар барлығы ойдағады, екінші атар бізде дверный карта таза, артқы диван, мультимедиан басқару, подогрев обдув сиденье, подстаканник, қолтырегіш барлығы өзінің орнында. Заводский өзінің полифтерімен. Багажға келсек бізде объемный үлкен багаж. Заводский өзінің герметиктерімен, запасқа болу ключ танградтары барлығы өзінің орнында. Деталь замена болмаған. Шіріктер жоқ. Кузов артық вложение қажет етпейді, тап-таза.